Хейю, бәріңе сәлем достар, сендермен Асхат. Бүгін біз Skibidi Toilet'тің озвучкасын түсіретін болдық достар. Бәрі күткені озвучканы достар. Skibidi Toilet'тің шыққан кезінде мен реакция түсірген күні айтқам сендерге. Озвучка бір күні болады достар деп. Сондықтан да болды. Бұл күнге де жеттік достар. Озвучка. Ең менің жек көретін форматым, себебі маған өте қиын бұл озвучка жасау, ыңғайсыз. Еще сценарийда жазбаймын ғой мен, импровизация ғой сразу. Мимо не келеді, соны сразу айтам осы жерде. Сондықтан да сендер видео бастамай тұрып обязательно лайктарыңды аямай басып кетіңдерші. Егер көп лайк жиналса осы видеода, мен келесі видеода тағы бір рет озвучка істеуім мүмкін. Егер сендерге озвучка ұнайтын болса. Ал комментарийға келесі қандай видео түсіру керек екенін, немесе не жаңалық болып жатқанын Skibidi әлемінде жазып кетіңдер. Оны да біліп отырайық. Короче, көп сөйлемей видеоны бастайық. Бүгін біз 67 серияның 4-ші бөліміне озвучка жасайтын боламыз. Өте ыңғайсыз серия, себебі бұл жерде өте көп персонаж по идее сөйлету керек. Титанды сөйлетеміз, спикер титанды, камера титан, спикер титан және TV титан үшеуі сөйлейді. Еще джимендер де сөйлейді, зум ғалым пайда болады, және дафактың атынан бір реплика болады. Сондықтан да сендер оны жіберіп алмаңдар. Видеоның соңында менің озвучкам болады. Сондықтан да видеоның соңына дейін көріңдер достар. Ал біз бастаймыз. Менің ойымша Skibidi ғалым өлді. Линзаңды ұста, Титан. Саған әлі бұл керек болады. Хей, Титан, қалайсың? Болды, кешірші. Не үшін кешірім сұрағанын қазір айтатын болам. Пышағыңа еге болып жүр. Пойдет. Типа, короче, алдыңғы серияда ол пышағымен мен тықып кеткен еді ғой. Сол үшін айттым, короче. Джимендер қайдан пайда болды? Көздерің жоям деп айтам, короче, Көздеріңді жоям. Пойдет, вообще. Көреміз кім-кімнің көзін жоятынын. TV Титанға көмектесеміз ба? Skibidi ғалым фарш болған сияқты. Солға қара. Не? Skibidi ғалым тірі? Бұл кім маған көмектескен? Тезірек артынан қуалайын. Ол кетіп қалмағанша бәріне айтайын. Ол қашып бара жатыр. Үлгерім. Үлгердім. Мен ұстап тұрмын, агенттер. Тез, агенттер, кіріңдер. Skibidi ғалымды ұстап алу керек. Вантус, агент Вантус, сен тірісің ба? Агент спикер. О, жоқ. Агент Вантус. Вантусыңыз міне. О, рахмет, достым. Агенттер, дайындалыңдар. Алда бізді Skibidi ғалым күтіп отыр. Ал, кеттік. В принципе, болады өстіп, Менің ойымша Skibidi ғалым өлді. Линзаңды ұста, Титан. Саған әлі бұл керек болады. Хей, Титан, қалайсың? Пышағыңа еге болып жүр. Болды, кешірші. Джимендер қайдан пайда болды? Көздеріңді жоям. Көреміз кім-кімнің көзін жоятынын. TV Титанға көмектесеміз ба? Skibidi ғалым фарш болған сияқты. Солға қара. Не? Skibidi ғалым тірі? Бұл кім маған көмектескен? Тезірек артынан қуалайын. Ол кетіп қалмағанша бәріне айтайын. Ол қашып бара жатыр. Үлгерім. Үлгердім. Мен ұстап тұрмын, агенттер. Тез, агенттер, кіріңдер. Skibidi ғалымды ұстап алу керек. Вантус, агент Вантус, сен тірісің ба? Агент спикер. О, жоқ. Агент Вантус. Вантусыңыз міне.
О, рахмет, достым. Агенттер, дайындалыңдар. Алда бізді Скибиди ғалым күтіп отыр. Ал, кеттік. Ал, достар, осымен озвучка бітті. Сендерге озвучка ұнады деген ойдамын. Обязательно ұнаса лайктарыңды басыңдар. Енді кішігірім қиналып қалдым, себебі бір идея да жоқ қой, қалай не айтып жатқанымды түсінбейсің да ше. Мен просто обзорымның арқасында түсініп жатырмын ғой бұл сюжетті ше. Сондықтан да менде типа примерно бір не түсінуім бар не болып жатқаны. Сондықтан да мен фантазиям, короче, айтып жатырмын, мынау TV Титан өсіп сөйлейді, спикер Титан өсіп сөйлейді деп ше. По идее, бұның бәрі менің фантазиям. Сондықтан да комментарийға егер бір нәрседен қателесіп кетсем, жазып кетіңдер, айтыңдар, Асхат, сен мына жерде қателестің, мынандай бүйтіп айтпайтын еді. Зум ғалым вообще айтпақшы, байқасаңдар, мен зум ғалым деп айтпайтын болдым енді. Себебі Скибиди ғалым ғой ол все-таки ше. Оны орыстар Скибиди ученый дейді. Мен ғана зум ғалым деймін, бірақ просто ол зум и ол ғалым. Сондықтан да ол зум ғалым мен үшін. Бірақ бүгіннен бастап мен Скибиди ғалым деп айтатын боламын. Комментарийда көбісі айтып жатыр, ол Скибиди ғалым ғой деп. Мақұл, Скибиди ғалым, достар. Сендердіңкі дұрыс. Лайктарыңды басуды ұмытпаңдар егер видео ұнаса. Келесі видеода кездескенше. Давайте, достар.